Сәлем балалар, бүгін біз ағылшын тіліне жаттығуларын орындайтын боламыз. 51-ші беттен бастаймыз. Екінші жаттығу. Балалар, бұл жерде айтады. How do you communicate use your friends, your family and the friends which way of communication do you use more often? Choose and tell the class. Бұл жерде класс туралы айтып тұр, және де send text message, сосын chat online. Дұрыс. Бізде осы екі жауап дұрыс болып саналады. Және де келесі тақырыпқа келетін болсақ, I like chatting, use my friends online. I chat with them every day дейді. Астына жазамыз. I like sending text message to my family. Family, балалар жазып қоямыз. Ендеше, так, төртінші. Look, read and choose the correct answer дейді балалар. Бұл жерде суретін бейленіп қойған, суретін бейленіп қойған. Ендеше осы суретке нені бейнелеп тұр? Нені көрсеткісі келіп тұр сурет? Соны біз ағылшынша жауабын айтатын боламыз, Егер мысалға мына бірінші фотоны қарайтын болсақ, бұл жерде ерні сүйіп тұр, Яғни бізде сүю деген kiss деп аталады. It's your brother birthday. You kiss, қасында shake him on the cheek деп тұр. Яғни бізде бұл суретте kiss деп тұрғаннан кейін, әрине ол сүю деп аталады, kiss болады. Екіншісінде және бізге айтып тұр. Your dad meets friends, they shake hands деп тұр. Hands. Екі дос кездескен, әрине. Сосын біз бұл жерде көріп тұрмыз, амандасып жатқан, қол алысып тұрған бізде болады. Shake болады. Және де it's Mother's Day, you make, және қасында hug your mommy деп тұр, Балалар, бұл жерде бізде құшақтасып тұр, обнять, Бізде болады hug болады. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз, жаттығуларымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болды десеңіздер, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, күнделікті сабақтар шығып отырады. Рахмет.